Bir рет болса да чак-чакты дәл осы рецептпен жасап көріңіз, өте әдемі дастарханыңыздың көркін ашып тұратын болады. 3 жұмыртқаға тұз, қант, аздап разрыхлитель, ұн салып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырды жарты сағатқа пакетке орап, тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды қалыңдау етіп жайып аламыз. Дәл видеодағыдай ленталар кесіп аламыз. Ленталарымызды осылай майдалап кесіп шығамыз. Енді оған аздап ұн сеуіп, қолымызбен осылай думалақтап аламыз. Міндетті түрде ұн себеміз, болмаса жабысып қалады. Қызып тұрған майда орта отта қызартырып, барлығын қуырып аламыз. Дәл осылай өте әдемі болып қызарып шығады. Араластыруға мен сгущенка пайдаландым. Қанттан сироп дайындап араластырсаңыздар да болады, бірақ сгущенкамен өте дәмді, жейімтал болады. Қалаған формаларыңызға салып, үстін тегістеп, қолымызды аздап сулап, осылай басып тегістеп, салқын жерге қатыруға қоямыз. Қатқан соң формасын шешіп, үстін өз қалауларыңызша әрлеп қойсаңыздар болады. Мен шоколад ерітіп, үстіне құйып шықтым. Өте дәмді, ауызда еритін болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.